Армысыздар, құрметті көрермен. Эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Қасымхан Нұрсәт. Бүгінгі жаңалықтан көретіндеріңіз. Амангелді ауданында бір тұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру аясында әке тәрбиесі тағылым мектебі тақырыбында аудандық әкелер форумы өтті. Бағдарламаны жүзеге асыру мақсатында Амангелді аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен өткен форумда түрлі салада жүрген әкелер бір диалог алаңында бас қосты. Амангелді ауданында біртұтас тәрбие бағдарламасын жүзеге асыру аясында әке тәрбиесі тағылым мектебі тақырыбында аудандық әкелер форумы өтті. Президент әлеуметтік мемлекет қағидаттарын ұстана отырып, ұлттық құрылтайдың адал азамат, адал еңбек, адал табыс атты 3-ші отырысында сөйлеген сөзінде біз дәстүрлі отбасы құндылықтарын табан түрде орнықтыра беруіміз керек деп баса атап өтті. Әке тәрбиесі қашанда тағылым мектебі болған. Ешбір әке баласына жақсы тәрбиеден артық ештеңе бере алмайды. Халқымызда әке көрген оқ жонар, әкесі бар баланың жебесі тастан өтеді деген даналық сөздер бар. Бұл сөздер әкенің бала өміріндегі рөлін, оның тәрбиелік ықпалын нақты білдіреді. Бүгін Қостанай облысы Амангелді ауданының орталығында, мынау Амангелді мәдениет үйінде аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен үлкен әкелер форумы өтті. Сондықтан бұл форумның өтуі өте құптарлық іс болды және өз деңгейінде өте жақсы өтті. Көптеген келелі пікірлер қозғалды. Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысал жинағына арналған ерекше көрме өтті. Толығырақ тілшіміз жалғастырады. Бүгін біз Ахмет Байтұрсынұлының 40 мысал жинағына арналған ерекше көрмені ашқалы отырмыз. Бұл жинақта балаларға арналған көптеген қызықты және пайдалы мысалдар бар. Әрбір мысал бізге адамгершілік, тәртіп, еңбек туралы маңызды сабақтар береді. Байтұрсынұлының кітабынан сізге қандай мысал ұнады және неліктен? Маған егіннің бастары деген мысал ұнады. Біз бұл жерден бос мақтан болды және кіші пейір болуды үйренеміз. Сіздер өмірде өздеріңіз оқыған мысалдардан не үйрендіңіздер? Мен өзім оқыған мысалдардан жасаған жақсылыққа білдіруді, өзгенің еңбегін бағалауды, адамдарға құрметпен, мейірмен қарауды үйрендім. Осымен бізге келген ақпараттар легі осындай болды. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.